Biz endi 6-маусымдамыз. Менің қасымда кім бар? Балназым екеуміздің міне 6-маусымда басымыз қосылды. Ешкім ойлаған жоқ. Даже өзім де ойладым. Дұрыстап танысамыз, иә? Бірақ осы күнге дейін нормально танысып келдік қой. Да? Живую бірінші рет көрдіңіз? Иә. Вот. Солай бізде. Бізде осындай жаңалық. Осындай жаңалықты. Қатысушылар уже блогер. Лучший, самый лучший сезон. Поэтому как Барбан перешел в 6-й сезон. Короче, бүгінгі күнім қорқынышқа және қызыққа толы болды да. Басынан бастап айтып берейін. Короче, таңертең студияға бару үшін автобусқа міндім. Содан не керек, кішкене жүргеннен кейін менің мінген автобусым аварияға ұшырайды ғой. Прям андай авария емес, машинамен соғысады кәдімгідей. Содан құрсын денім сау ғой деймін да, студияға жүгіріп барам. Содан эфирге кірдік, эфирді аяқтадық. Содан қатысушылармен бір жерге отыруға барамыз. Содан шыққаннан кейін мен саяхатшылықтан машина тоқтатамын, такси тоқтатамын, чтобы адресін толық айтамын. Мен Алматы қаласын енді дұрыс білмеймін ғой. Содан анаған адресті айтам, потом аппаратым болады. Содан не керек, анау адасады. Короче, мен адресін таба алмайды. Ақыр дегенде ана менің адресіммен басқа жерден түсіріп береді. Мен құрсыншы дейін де ақшасын беріп түсіп қалам. Содан білмеймін, не үшін жынданып кетті, мен түсінбедім да. Мен оған мен ұрысқан жоқпын. Короче, мен онымен ұрысқан жоқпын. Адам қосап, переводпен ақшасын аударам да түсіп қалам. Содан кейін сен анау, мынау, походу мен ойлаймын, оның машинасының есігі қатты жабылып кетті деп та. Мен оны әдейі жапқан жоқпын. Мен оған ашуланған да жоқпын даже да. Потому что сол түсірген жері мен үйіме жақын болды да, құрсын жай бара салам. Тем более жаңбыр жауып тұрды, күшті болып тұрды. Ойымда ештеңе жоқ, түсіп қалам. Содан не керек, ол дейді, машина түседі да, маған не анау мынау деп менің жеке басыма тиіп, мені оскорблять етеді да, короче, мені балағаттап, кәдімгідей жаман болып қалдым, мен кәдімгі дірілдеп қалдым да. Мен ұрсуыма болады ол адаммен, бірақ мен қазір басқа қалада жүрмін бір да. Екіншіден ол еркек, мен ертең онымен ұрсып тұрсам, мені быт-шытым шығарып кетсе, мен дым жасай алмай қалам ғой. Содан не керек, жайлап номерін түсіріп алдым, машинасының номерін түсіріп алдым да. Содан не керек, мен оның машинасының номерін түсіріп алдым да. 112-ге хабарластым, барлық жағдайды мән-жайды түсіндіріп айттым. Менің адресіме сотрудниктер келді. Содан сөйлесіп, мен оған арыз жазып жібердім. Арыз жазбадым деп айтпай қояйын. Мүмкін арыз жазбауыма да болатын еді. Не үшін мені балағаттайды? Может, ол үйін бағып жүрген бір пенде шығар. Может, біреуге ашуланып жүрген шығар, бірақ ашуын менен алудың қажеті жоқ. Мың жерден ашуланып тұра берсін. Мен клиентпін ғой. Менде вообще таксистермен жалпы ешқандай ондай менде ұрыс дейтін мүлдем болып көрген жоқ. Бірінші рет менде. Ол менің құқығымды жерге таптап отыр біріншіден. Ол менің анамнан боқтады. Ол болмайды негізінен. Вот сол басқа қалада осылай жүргендерге негізі көбіне апасына болады, енді жолды білмейді. Сондықтан мен может жолды білмей тұрғаннан кейін таксист байқап тұр да, мен басқа қаладан екенімді, сөйлеген сөзімнен байқап тұр. Соған мен ойлаймын, соған кәдімгідей маған не істей алады бұл қыз дегендей маған боқтап тұрған шығар. Мен оған ответ қайтаруыма болады, бірақ ананың түріне қарасаң кәдімгідей ұрып жіберейін деп тұр да. Мен не в тему, ешкімнен таяқ жайғым келмейді. Сондықтан үндемей қоя салдым да, жайлап номерін түсіріп алып, арыз жазып жібердім. Мен өзімдікін дұрыс деп санаймын. Вот, менде бірінші рет мұндай жағдайлар болып тұр, шыны керек, кәдімгідей жаман болып тұрмын. Вот, сондықтан басқа қалада жүргендер абай болыңыздар. Таксиге абайлап мініңіздер.